Сәлем достар, бүгін күздік, хош иісті, ортасында сүзбелі салмасы бар сәбізді кекс дайындаймыз. Видеоны толық аяғына дейін қараңыз. Өте дәмді болып шығады. 2 жұмыртқаға шым тұзбен ақ және қоңыр қантты қосып, миксермен жұмыртқа ағарғанша миксерлейміз. Міне осылай масса ағарып, көлемі үлкейген кезде сұйық май және құрғақ қоспаларымызды қосамыз. Ол міндетті түрде електен өткізілген ұн, қамыр қопсытқыш және корица. Миксермен баяу жылдамдықта ұн толық араласқанша араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Содан кейін майда үккіштен өткізілген сәбізді, майдаланған кез келген жаңғақты және осы жерде апельсин цедрасын қосып жіберсеңіздер, керемет болады. Лопатамен жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай қоюлау болады. Енді сүзбелі салма дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге жұмыртқа, қант, жүгері крахмалын салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Менде осындай нан пісіретін форма, негізі кез келген формаға пісіре беруге болады. Домалақ немесе кішкентай кекс формаларына да пісіруге болады. Формаға сәбізді қамырдың жартысын салып, ортасына сүзбелі салманы салып аламыз. Үстіне тағы сәбізді қамырды саламыз. Қамырды жақсылап орналастыру оңай болу үшін кондитерлік қалташаға салып, әдемілеп, тегіс етіп қамырды орналастырып алдым. Енді алдын ала 170 градуста қызып тұрған пешімізде 40-45 минут пісіреміз. Бетіне жағатын кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сыр немесе маскарпонеге вареная сгущенка немесе карамель қосып араластырып аламыз. Мен карамель қолдандым. Карамельдің рецебін мына видеодан көре аласыздар. Сол жерде карамельдің жасалу жолы жақсылап түсіндіріліп көрсетілген. Пісіп шыққан кексті бөлме температурасына толық суытамыз да, үстіне кремін жағып, өз қалауыңызша әсемдей бересіздер. Мен крем үстіне кішкене карамель сығып, жаңғақтарды сеуіп қойдым. Міне осындай керемет дәмді, нағыз күз, қыс мезгілінде шаймен отырып жейтін күшті десерт. Міндетті түрде жасап көріңіз, ұнайтынына сенімдімін. Видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын!